Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен ерекше салат дайындайтын боламыз. Бұл салатты дайындағаннан кейін келген қонақ міндетті түрде рецепті сұрайтын болады. Бұл салаттың сіздерге алда әртүрлі жасалу түрлерін көрсететін боламын. Бүгінгі сізге көрсетейін деп жатырғаным құрамына кететін өнімдер банан, алма және киви. Барлық керекті өнімдерді төртбұрышты етіп турап аламыз. Ерекше салаттың рецептісін жоғалтып алмас үшін лайк басып сақтап алуды ұмытпаңыздар. Және менің алдағы жаңа рецептерімді бірінші көру үшін каналға тіркеліп қойыңыздар. Мінекей осылай барлық өнімдерімізді төртбұрышты етіп турап алдық. Ендігі біздің салатымызды ерекшелеп тұратын зат ол бізде сгущенка, яғни қоюлатылған сүт және де қаймақ қосатын боламыз. Осы екеуін қосқан кезде салатымыздың дәмі өте ерекше болып шығады. Йогурт қосқаннан көрі осылай жасап көріңіздер, өте дәмді әрі тәтті болып шығады, балмұздақпен жасалғандай болып шығады. Жасап көріңіздер, бөлісіңіздер және комментарияға өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Және де алда қандай рецепт күтесіздер, соны комментарияға жаза кетіңіз. Мен міндетті түрде оқып қарайтын боламын. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет.